Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде өте қуанышты жаңалық. Біз үшін наконец-то 7 жыл отасқалы өзіміздің баспанамыз пайда болды. Кеше ғана көш келді. Жаңа, таза, жылы үй сатып алдық. Астанадан, бас қаладан, ханның қасынан, судың басынан құрған айтпақшы. Ал енді қазір обзор жасайтын боламын. Мына жерде бізде кіреберіс есік. Осы есіктен солға қарай бізде спальня орналасқан. Бізде потолок 3 метр, яғни комфорт плюс санатындағы үй болып саналады. Люстрамыз мынау төсек. Бұл жерде біз көп нәрсені хозяин тастап кетті. Тек сол новый постельное белье, анау жастық соларды сатып алдық. Мына жерде балкон. Қыржайып бары бір заттар қойғанға. Стеклода бізде терезеде защитник тұр. Одан кейін анда үлкен киім салатын шкаф орналасқан. Былай примерно жинап қойдым. Тағы да реттеймін. Ары қарай бізде коридор. Бұл жерде үлкен шкаф. Ары қарай мына жерде бізде мына подставка, телевизор. Осы хозяиндер бәрін тастап кетті бізге. Бәрі жаңа, бәрі новый. Өздері жарты ашыл тұрған. Мына жерде түсірмей кеттім, себебі екінші анамыз және қайынсіңлім отыр, ыңғайсызда болды. Пылесос және де новый стол коробкасымен тұр. Одан кейін кухня бізде 4 стол мен стол. Одан кейін жаңа үйге жаңа заттар алдым. Фруктовница, хлебница деген. Стиралка бізде эконока. Одан кейін мына жерге мусорный ведро или там киім салып қоятын бір не алам. Киім салғыш бар ғой, кір киімдерді салатын, сондай нәрсе алам. Мына жерлерді әлде реттеймін, заттар толық үлгерген жоқпын әлі. Және де қойдың етімен сорпа жаса жатырмын обедке. Одан кейін анда Викалина фирмасының поварешкасы. Одан кейін пышақтарын алғам. Мына жерде новый жаңа дағыда мынандай бұрыш төкіш. Одан кейін масленица алдым. И мына Валентина фирмасының чайный наборын. Енді бұл өзімізде шебереміз қонақ келгенге тоже жаңа заттар алдым. Бізде мынандай плита газовая Ханза фирмасынікі. Одан кейін осындай тоже Викалина. Енді жақсы фирмалар, очень качественный фирма болғаннан кейін осы қазан және де сковородка ұнады. Мына жерде бізде жылытқыш. Стиралкаға кірді салып қойғам, жуылып жатыр. Одан кейін андай новый тұз салғыш, сақыр салғыш, сондайлар алдым. Вот достар. Енді тағы да көп заттар алам. Мына жақта сушилка, керек қазандар. Одан кейін мына жерге тағы да бір әдемі пленка алуым керек. Жаңа заттар көп әлмек салатыншы. Инзит фирмасының холодильнигі. Әлі продукт алмадық. Бүгін Құдай қаласа продуктқа толтырамыз. Әдемі өте перде, паркет. Өте өзімізге ұнайды, сондай жақсы көрем. Бізде далаға қарай бет, бұл жақта бізде жаңа жол соғылып жатыр. Күнде сол нелер қазып жатады. Мына жақта бізде санузел, яғни уборная орналасқан. Дәрет алғыш. Көріп тұрғандарыңыздай мынандай күшті айна LED лампасымен. Керемет енді. Осылай өшіріп қосамыз. Ондай ванный наборды алдым. Мына жерде ванна. Осы жерімінің кіреберіс көрсет. Одан кейін мына жақта бізде двор.
әр үйдің осындай дворы бар. Бұл жағасында да жеке, астында паркинг. Өте әдемі. Күнде енді кешке осы жақта ойнаймыз балалармен. Бәрі качественно жасалған. Енді одан кейін біз қарнымыз ашып кетіп, мынандай бір неге келдік тамақтануға. Сен айтпеш құлайсың. Неге келдік? Пицца, мынау жей алайық деп, потому что жақын жерде осы ғана орналасқан екен. Және де осы кафешканың ішінде осындай балалар ойнайтын жер бар екен. Біз негізі бұндай үйге былай топ ете қалған жоқпыз. Көп жылдар бойы армандап жүрдік. Осы жолдасымның 20 жылдық еңбегінің нәтижесінде Алла тағала бізге осындай үйді нәсіп етті. Енді бұл үй біреу үшін ештеңе емес болса, бізге енді үлкен нәтиже. Сондықтан шаңқыланған кісілердің бәріне осындай бұдан да күшті үй Алла тағала нәсіп етсін. Сондықтан енді бар қазақ баспаналы болсын деп Дәулеттен айтпақшы. Баспаналы болыңыздар. Біз бұл уақытқа дейін Тараз қаласында тұрдық. 6,5 жылдай ақын. Біз 6,5 жылда 8 квартира ауыстырдық. Көшпелі қазақ болдық қой. Ары көшеміз, бері көшеміз. Көшеден профиль болды десек болады. Енді жолдасым жұмысына байланысты біз көше береміз. Көшудің де енді пайдасы бар шығар. Бір жағынан көп керек емес заттарды тастайсың, жаңа жер көресің, жаңа адамдармен танысасың деген сияқты. Сол достар, рахмет, сіздермен осы қуанышыммен бөлісейін деп жөн көрдім. Сіздерге де жұғысты болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Енді сіздерге мен өте әдемі влог, әдемі күшті видеолар салатын боламын. Сау болыңыздар.